Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз мәліметтер қорымен PHP-ді байланыстыратын боламыз. Яғни қарапайым таблица құрып, сол таблицаға қолданушының енгізген мәліметін түсіретін боламыз. Ол үшін бізге өткен сабақтағы кодымыз қажет. Осы кодты ары қарай дамытатын боламыз. Бізде өткен сабақта тек атын енгізетін еді. Енді бұл жерде өзгертейік. Аты деген сөзді алып тастап, яғни сіздерге көруге ыңғайлы болу үшін мен Sublime'ды ашып отырмын. Және сіздерге де осыны ұсынамын, өткен Sublime'да түсініктірек код жазылып, қасында подсказкалар шығып тұрады, және тағы да солай. Сабақ 3 деп өзгертейін. Алдымен мына жерде аты емес, логин болсын. Яғни бізде логин мен пароль енгізіп, соны базаға салатын программа жасайық, код жазайық. Яғни бұл жерде парольді басқа адамдарға көрініп тұрмас үшін input type'ты, мына жерде type password деп көрсетеміз, мына логинда текст. Password болғанда кәдімгі жазылып жатқан мәліметтердің барлығы нүктелермен қоршалып қалады. Мүмкін атын енгізуде өзгертейін. Мән аты қала берсін. Мына жерде логин. Екінші айнымыз password. Ары қарай кодты қазір өзгертеміз. Осылай сақтап қойып қазірге. Енді қазір сіздерге базданықты қалай құратынын көрсетейін. Мәліметтер қорын, яғни браузерде localhost php myadmin деп жазамыз. localhost/php myadmin. Міне php myadminнен интерфейс ашылды. Сол жақ жоғары шетте көріп отқанымыздай создать кнопкасы бар. Осыны басамыз. Мына жерде мәліметтер қорынан атын жазамыз. Мәліметтер қорында бірнеше кесте болуы мүмкін. Сондықтан мәліметтер қорының аты обобщенный ат болады. Мысалы үшін бүгінгі сабақ 3 болсын мәліметтер қорының аты. Және де мына жерде кодировка таңдаған кезде UTF-8 General CI деген таңдау қажет. Ол кириллицаны поддерживать етеді, яғни кодировкада қателіктер болмайды. Құрылды, міне сол жақта көріп тұрық. Және де сразу осы интерфейс бізден таблица құруды сұрап тұр. Кестенің атын users деп қойын. Мысал үшін 3 поле болсын. 3 полияның біріншісін ID қылайын, user ID. Яғни бұл қолданушылардың уникальный мәнін сақтап отыруға арналған. Мұнда primary key деген таңдаймыз, яғни кілт өріс қылып. Және auto increment, автомат түрде өзі өсіп отыратын қыламыз. Сосын екінші баған логин болсын, үшінші баған пароль болсын. Логинді бізде varchar болады, типі int деген сандық тип, varchar деген текстік тип. Яғни кез келген символ дегеніңіз болады, бірақ осында 255 қана. Бізге логинға ондай ұзақ керек емес, 50 символ алайық. Парольге де 50 символ алайық. Жарайды. Символдар ол әріптер болуы мүмкін, сандар болуы мүмкін, немесе әртүрлі знактар болуы мүмкін. Обзорға келсек, бізде міне user ID, login password деген 3 өріс тұр, бірақ ешқандай мәлімет жоқ. Одан кейін бізге PHP кодта қазір базаға қосылуы қажет. Базаға қосылу үшін біз бірінші алдымен 4 айнымалы жазып алайық құрып. Ол сервер аты бірінші айнымалы. Біз XAMPP-ті өзіміздің компьютерде қолданып жатқаннан кейін, ол локалдық хост болып есептеледі, сондықтан localhost деп жазамыз. Яғни өзіміздің компьютердің аты. Қолданушы аты
қолданушы дейін. Қолданушы по умолчанию root болып есептеледі. Яғни басқа серверлерге қойсаңыз, ол жерде басқаша ат береді сіздерге тіркелуден кейін. Ал password по умолчанию жоқ пароль. Пароль деп жазып қойыңыз. Үшінші, мәліметтер қорының аты. Жаңа біз құрған кезде мәліметтер қорының атын сабақ 3 деп қойдық. Кестенің атын users деп қойдық, қолданушыларды. Одан кейін бізге жазу керек байланыс құру қажет. Енді осы арада, яғни біз осы керек алғашқы мәліметтерді жазып алдық. Одан кейін байланыс. New, жаңа деген сөз MySQL. MySQL I болып жазылады. Сосын жақшаның ішінде, яғни сервердің аты, сервер аты, өтір қолданушы аты, өтір пароль, өтір мәліметтер қорының атын жазуымыз керек. Осыдан кейін біз байланысты қазір тексеріп көреміз. Байланысқа арналған строка болды, 31-ші строка. Енді байланысты тексеріп көруіміз қажет. Ол үшін доллар байланыс, сызықша стрелка, connection error. Connect error, connection деп жазып. Яғни бұл байланыста қате болған жағдайда, байланыста қате болса, ол уақытта дай деген тоқтатып тастайды, және экранға қатені шығара аламыз. Қате, осы нүкте қандай қате екендігін шығару үшін бізге осы байланысты қолдану қажет. Байланыс айнымалысын, стрелка, қатені көрсетеміз, қандай қате екенін. Осы қатені экранның бетіне шығарады. Қате болған жағдайда. Қате болмаса, әрі қарай жалғаса береді. Енді әрі қарай біз байланыс орнатып алдық. Енді кнопканы басқан уақытта ішіне не жазайық? SQL команд жазайық. SQL командалар ол баз данықпен жұмыс жасауға арналған командалар. Оның ішінде insert into командасы, ол баз таблицаның ішіне мәліметтерді қою командасы. Біз осы insert into сөз жазылады, одан кейін таблицаның аты жазылады. Біздің жағдайда ол таблицаның аты users. Сосын қандай жақшаның ішінде қандай полиге мәліметтер қою қажет екендігі жазылады. Біздің случайда user ID автоматты түрде өсетін өріс. Ал одан кейін бізде логин мен password деген екі өріс бар. Сол екі өріске мәліметтер қоюымыз керек. Одан кейін ол мәліметтерді көрсету үшін values деген кілттік сөз жазылады. Және жақшаның ішінде мына ретпен мәліметтерді қоюымыз қажет. Ол үшін біздер айнымалы алайық. Бірінші логин деген. Оған меншіктейміз post login. Мұнда жазып қойып оған. Post login. Енді логин деген айнымалыны жібереміз бірінші. Өтір екінші айнымалымыз password деген айнымалы. Яғни мұна өріске мұна айнымалының мәнін қояды, мұна өріске мұна айнымалының мәнін қояды. Біз varchar болғаннан кейін мынандай апостроф қойып тұрық. Ал текстік мәлімет болса, бұндай апостроф қойып қажеті жоқ. Өтір нүкте. Мен алдын алып қойған екен. Енді
осыны қоюға арналған код. Бұл жерде де қателікке тексереміз. Және кодты жұмысша сатуға жібереміз. Доллар бізде байланыс. Стрелка. Query. Шақшаның ішінде мына SQL деген кодымызды жібереміз, яғни мына SQL кодты орындалуға жіберуге арналған. Үш реттен деген ол шарт. Бір реттен болса, яғни просто шартта негізінен екі реттендік белгісі қойылады. Біздің жағдайда тап бірдей болу үшін үш реттендік белгісін қойып отырық. Echo, экранға жазба шығарылу командасы. Жазба. Мәліметтер қорына қосылды деп жазайық. Бұл сәттік жағдай. Немесе, мына шартқа сәйкес келмесе шығарайық. Қате деп. Сосын оған қос нүкте. Қандай қате екендігін шығару үшін бірінші SQL команданы шығарайық. Одан кейін астына BR тег арқылы келесі строкаға түсейік те қандай қате екен көрсетейік. Байланыс, стрелка, error. Жалпы осымен бітті бұл код. Одан кейін бізге байланысты жабу қажет. Доллар, байланыс, стрелка, close. Шақша ашылып жабылады. Сақтаймыз, мұнда жаңартамыз. Мына жерде көрсетейін сіздерге ешқандай жазба жоқ. Бірінші жазбаны қосамыз логин 1. Паз дей салайын, енгізуді басам. Жазба мәліметтер қорына қосылды деген жазба шықты. Енді мына мәліметтер қорын тексеріп қарасақ, user 1, login 1, паз. Логинім Асқар болсын, паролім Асқар 1 болсын. Мәліметтер қорына енгізіп көрейін тағы да бір рет. Жазба мәліметтер қорына қосылды деген жазба шықты. Мұнда жаңартып қарасақ, Асқар 1 деген жазу шықты. Бүгінгі сабаққа осы, яғни біз мәліметтер қорына қосылдық. Мына жерге тағы да бір формаға элемент енгіздік, пароль енгізетін, яғни мына қарасаңыздар енгізіліп жатқан пароль көрінбей тұрады. Әрі қарай базаға қосылуды жасадық мына жерде. Сервердің атын, қолданушының атын, пароль, мәліметтер қорының аты. Осыны қосылып, осы данныйлармен базаға тексеріп көрдік, қате шыққанда қате шығаратын еді. Біздің жағдайда ештеме шыққан жоқ, яғни барлығы дұрыс қосылды деген сөз. Одан кейін кнопка басылған уақытта формаға енгізілген мәліметті бірінші логинге аламыз, екінші password айнымалысын аламыз. SQL командасын құрып алдық, базаға енгізетін insert into командасы. Біздің таблицаның атын жаздық, user, 2 өрісті жаздық, мәліметтер енгізу керек, логин мен password деген. Және де values кілттік сөзінен кейін айнымалыларымыз жібердік. Яғни бұл айнымалылар мәнін базаға түседі. Және одан кейін шарт қойдық, байланыс query орындалған жағдайда дұрыс болса, true болса, бізге экранға жазба мәліметтер қорына қосылды деген сөз шығады. Қате болса, SQL командамыз шығады. Және астында қандай қате екен шығады. Және осының барлығы орындалып болғаннан кейін біз мәліметтер қолымен байланысты үземіз, яғни close. Бүгінге осы, жалпы сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып қалдырыңыздар, видеоны аса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.